сендерге көз алдында болыңдар деп едім ғой. Жаным, сұлу екеуің ана жерді қарап қайтыңдар. Лала, мен жүр. Диманы қазір табамыз. Жарайды онда, мен тамақ жеп алайын. Қызым, алдымен Диманы тауып алайық, сосын бәріміз бірге жейміз. Лала, Диманы таптың ба? Жоқ, бірақ тапсам сендер оны жазалайсыңдар ма? Жоқ, әрине. Біз оған бірдеңе болды ма деп уайымдап тұрмыз. Бәрінен де Дима табылса екен деп тілеп тұрмыз. Пап, не істеп жатырсың? Мен планкада тұрмын, балам. Планка деген не? Планка бұл жаттығу. Ал балалар, папаларының көңілін бөлмеңдер. Жарай ма? Шетелдік әріптестеріммен маңызды кездесуім бар. Өй. Я, қазір 1 минут. Рахмет, балам. Үйді керемет жинап тастадым. Жаным, таңғы асқа не бар? О, не деген көп мармелад. Сәлем, пап. Қайырлы таң. Маған 1 мармелад болады ма? Жоқ. Қалжыңдаймыз, пап. Тоқта, не? Ауырып қалдың ба? Сұмдық-ай, жаным, тез жедел жәрдем шақыр. Сәлеметсіз бе, папа? Жұмысты дүйсенбіге қалдырайық. Демалыс күндері отбасыңызбен бірге болыңыз, сау болыңыз. Жұмыс компьютермен тиіспеңдер деп айттым емес пе? Біз сендерді тастап бара жатқан жоқпыз. Жандарым, папаларың екеуміз сендерді қатты жақсы көреміз. Бірақ кейде оңаша уақыт өткізгіміз келеді. Мысалы, сендер бірге ойнайсыңдар. Немесе есік алдында басқа балалармен көңіл көтересіңдер. Есейген соң сендер де өз шаруаларыңмен кететін боласыңдар. Бұл қалыпты нәрсе. Біз де театрға барамыз ба? Міндетті түрде. Ауа райы бұзылып кетті. Кино көрсек қалай? Көрейік. Бірақ қорқынышты кино емес. Ой, соңғы кезде дұрыс демей жүр. Ертең қоссақ ше, балалар енді жатты. Жаным, оларды айғайласаң да оята алмайсың. Әсіресе Темірханды. Тау перісі жайлы айтып тұрсыңдар ғой деймін, иә? Кім жайлы? Тау перісі, мейірімді тау рухы. Ол адасқандарға үйге қайтар жолды табуға көмектеседі. Я, бұл хикая есінде. Адасып қалған тоқтылар тас бастан көмек сұрайды. Мейірімді рух туған ауылдарына қалай бару керек екенін қуана айтып берді. Сондай-ақ оларды батылдығы мен ерліктері үшін марапаттады. Сол тоқтылар ұзақ уақыт бойы бұл хикаяны достарына айтып жүр. Жаным, камераны қайтесің? Алғашқы қойылымымыз естелік болып қалсын. Ол ертегіде айдаһар болмаған сияқты. Онда не болғанын білмеймін. Оқыған жоқ. Папа, декорациясы сахнаны түсірмей. Папама бізбен бірге Қыдыр атаны күту ұнар еді. Мамам да әлі келмейді. Аналарың екеуміз көңілдеріңді түсіргіміз келген жоқ. Қыдыр әке? Көңілсіз сияқтысың ғой, жаным. Бірдеңе болды ма? Дима, динозаврлар туралы айтып берші деп өтінген. Ал өзі болса, өзі ұйықтап қалды. О, жаным. Оған бола уайымдаудың қажеті жоқ. Дима әлі тым кішкентай. Сол үшін мұқият тыңдай алмайды. Әдей солай істеді. Үнемі көңілі басқаға бөлініп, сөзімді бөліп, мүлде тыңдамады. Бауырыңа қатал болма. Кішкентай кезінде сен де мені тыңдамайтынсың. Мен болсам саған айтып берейін деп, әлем халықтарының ертегілер энциклопедиясын түгел жаттап алғанмын. Ал мен не істедім? Сен болсаң бірден маужырап ұйықтап қалатынсың. Қара. Димаға сенің қасыңда жүрген, өзінше уақыт өткізген ұнайды. Ол өскен кезде осы жағдайды естеріңе алып күлетін боласыңдар. Мүмкін. Тіпті қызығушылықтарың сай келмесе де, басқа адамдар табылады. Сен көп оқыған, көзі ашық қызсың ғой. Білімді адаммен әңгімелескен қашанда қызық. Балалар, тыныштық па? Папа, мамамның сүйікті кружкасын шағып алдым. Енді мамам жылап отыр. Бұдан бұлай менімен сөйлеспейді. Уайымдамаңдар, жаңа кружка сатып аламыз. Бірақ папа, ол сүйікті кружкасы болмайды ғой. Ең күшті кружка сатып алам. Мамаларыңа ұнайды. Онсыз да азық-түлікке барайын деп тұр едім. Көп ұзамай келем. Папам келді. Сәлем, балалар. Сатып алдың ба? Иә. Міне. Бірақ папа, бұл мүлде басқа ғой? Не? Тура аналарыңның кружкасы сияқты ғой. Бірақ мамамның кружкасында әдемі өрнек болатын. Ал мынау қарапайым ақ кружка. Аналарың қатты қуанып тұр, жандарым. Адамдардың бәрі әртүрлі. Қиындық туындағанда, бақытты сәттерге әркім әрқалай қабылдайды.
Жаным, Уайымдама жаным. Темірханды өзім жатқызам. Бара беріңдер. рахмет. Кешкі асты келген бойда әзірлейм. Көріскенше. Темірхан, не болды? Папа, ішім пысты, ойнайықшы. Кейінірек ойнайық, балам. Кешкі ас дайындайын. Айтпақшы, сен әлі түскі асыңды ішкен жоқсың ғой. Сүйікті ыдысымыз қайда екен? Апшы! Басқа ыдысқа құйып берейін. Папа, ойнайықшы. Темірхан, әлі салат жасап, сосын компот жасайтын алмаларды сұрыптауым керек. Ал сен жатып демал. Мәне, енді дұрыс болды. Демала ғой. Жарайды, қасымда отыра тұрсаң болады. Бірақ әлсіреп кетсең, бірден төстегіңе барып жатасың. Келістік пе? Келістік! Тамаша. Папа, мұны не үшін істеп жатырсың? Көкөністер өте пайдалы. Жоқ, не үшін кешкі ас әзірлеп жатырсың? Мамам келген соң пісірем деді ғой? Енді бүгін кешкі асызақ мамаңның шаруалары шаш етектен. Сондықтан өзім пісіре салайын дедім. Түсінесің бе? Жоқ, бүгін тамақ пісіретін маманың кезегі. Оған қоса ол тамақ істегенді ұнатады ғой. Біз ойнай берсек болар еді. Енді білесің бе, өткен аптада атаң мен әжеңе азық-түлік апарып беруім керек еді. Ал мен жұмыстан босай алмай қалдым. Сол кезде мамаң менің орныма барып, оған қоса әжеңнің сүйікті тортын да ала барыпты. Мамаларыңа қатты риза болдым. Себебі мен баршы деп өтінген де жоқпын. Өзі ұсынды. Кейде мамаң маған көмектеседі, кейде мен оған көмектесем. Осылайша бір-бірімізге қамқор боламыз. Түсінесің бе? Папа, бетің қызарып кетіпті ғой? Ас үйде көп жұмыс істеп қойған шығармын. Қазір сәл демалып алам да, қалған шаруаны бітірем. 1 минут қана. Біз келдік. Алма. Жігіттер, қалайсыңдар? Қазір демімді басып алайын, сосын тез-ақ бірдеңе пісіріп жіберем. Алтай, саған не болды? Көп жұмыс істеп қойған сияқтымын. Апшы! Сау бол. Папа, білесің бе? Қосымша сабақ кезінде ойнап жүргенде күртешем жыртылып қалды. Рагу ма? Салат та бар екен. Кешкі ас дайындап қойдыңдар ма? Алманы да сұрыптап қойдық. Ой, жандарым-ау, сендерге алғысым шексіз. Қазір температураңды өлшеген соң, кешкі асымызды ішеміз. Сен болмасаң үлгере алмас едім, Темірхан. Рахмет. Оқасы жоқ, әкешім. Қамқор болғым келді. Айтпақшы аға, жала қалғанша қарызға ақша бере тұрасың ба? Алия, ақшаңды ақылмен жұмсап үйренуің керек. Біз келдік. Жандарым, қалайсың? Папа, мама, шындығында қалай болғанын айтып берерші. Шындығында? Бала пираттармен қалай шайқастыңдар? Бала пираттар? Мамаларыңмен бірге бір купеде болдық. Солай таныстық. Немене? Дым қызықсыз хикая екенін біліп. Темірхан, тасқа шықпа, қауіпті. Алтауда өсімдіктердің сан алуан түрі өседі. Гүл, мүк, тіпті жидектерді. Мәссаған, жидектер! Лала гүл тиіспе, олар улы болуы мүмкін. Бұл жерден күннің батқаны ерекше әдемі көрінетініне сенімдімін. Папа, осында қалайықшы? Күннің батқанын көргім келеді. Шатырды жардың қасында құруға болмайды, ол өте қауіпті. Немене? Сондай-ақ шатырды жартастың астына, ағысы қатты өзеннің қасына және қуысы бар ағаштың қасына қоюға болмайды. Жабайы орманда не болатынын болжай алмайсың. Не жейміз? Мен ерекше ас дайындадым. Аталарың, мен Әлия үшеуміз тауға шыққанда мұны жиі жейтінбіз. Қараңдар. Алақай, жұқалтырға оралған шарлар. Жоқ, бұл... Шоққа піскен картоп па? Қараңдар! Папа, бұл жеті қарақшы ма? Ого, расымен де. Міне, қасында үркерде тұр. Аяқ жағындағы анау кішкентай жұлдызды көріп тұрсыңдар ма? Ол темірқазық. Ол әрдайым солтүстікті көрсетіп тұрады. Ертеде бабаларымыз соның арқасында жол табатын. Олар осында екен ғой. Балалар, амансыңдар ма? Жарық сөніп қалды, ал сосын таспас келді. Сұлу, жұлдызымыз біздің. Таспас сені жеп қоймағанына сондай қуаныштымын. Демек мен күңкілдек емес екенмін ғой. Жоқ, әлі де күңкілдексің.
бәлкім кейде шектен шығып кететін шығармын. Онда екеумізде де болады. Сәлем балалар. Бүгін маған алма бәл үшін берді. Сөйтіп мен қонағымызды қуантайын дедім. Айтпақшы, қонағымыз қайда? Папа, сен де ойнайсың ба? Иә, қазір. Жұмысымды аяқтап тастайын. Ал Или апай сабақты бастай берсін. Иә, тамаша бағыт. Папам сабақ үстінде телефонмен сөйлесіп отыр. Елестетіп көріңдерші, бұл аспалы жол шамамен 2000 метр биіктікке дейін көтеріледі. Ал біздің кабинаға тіпті 10 адамға дейін сыяды. Айтпақшы, мінез-құлық ережелер туралы айтсақ. Темірхан, фуникулердің ішінде секірме, қауіпті. Қасқырға қауіп қорқынышты емес. Мұндай сөздерді қайдан үйренесің? Жаным, уайымдамашы, бірақ... Тамақ салған сөмкені ұмытып кеттік пе? Қай жерде? Уайымдама жаным, бір амалын табамыз. Балалар, біз көп ұзамай келеміз. Аля, балаларға бас көз бол. Телефонын үйде ұмытып кеткен жақсы еді. Тоқта, менің телефоным қайда? Ой, бұл... Сәлем жандарым, біз тамақ алып келдік. Сондай-ақ есікті жөндедік. Сендерде бәрі жақсы ма? Тима, қашып кетті. Қашып кетті? Оны соңғы рет қай жерден көрдің? Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!